Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз сабақта. Бүгін біздің сіздермен қарастыратын тақырып периметр тақырыбы көп оқушылардан қателесетін тақырыптардың бірі болып табылады. Yani тақырып қарапайым көрінгенмен есептерін қарастырып шығарып көрсетейік. Біріншіден бастайық. Өздеріңіз ауызша шығарып жауабын комментарийға жаза салсаңыздар. Дауысым естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр. Я естіліп тұр. Комментарийға жауаптарыңызды жазсаңыздар, қалай ойлайсыздар? Бірінші тапсырма барлық тапсырма болсын. Және осы бойынша қазір енді көбінесе оқушыларды қай жерде қателесетінін бірге талдайтын боламыз. Чат өшіп тұр ғой, не ондай жақсы. Яғни қараңыздар, есепте яғни қараңыздар, автомат түрде көп оқушылар есеп шығарады, қалай ойлайды. Қабырғасының ұзындығы 6 см болатын болса, бірінші әр шаршынікі тауып алады. Оның периметрін табу үшін периметр тең болады. Әр фигураның периметрін табу үшін периметр тең болады 4 көбейтілген А формуласынан табады, 6-ны 4-ке көбейтеді, әрқайсының периметрі 24 см деп ойлайды. Сөйтті, әрбір кішкентай шаршының периметрі 24 см, онда дәл осылай 4 шаршы болатын болса, 24 көбейтілген 4 тең болады барлығының периметрі 96 см шығарып қояды, және бұл жауап бізде қате болады. Енді не себепті қате болады? Қысқаша тоқталып кетейік. Жалпы периметр деген ол фигураның қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы болып табылады. Яғни егер де үшбұрыш болатын болса, біз үшбұрыштың үш қабырғасын қосамыз, А, Б, С қабырғаларын қосамыз. Ал төртбұрыш болатын болса, керісінше оның төрт қабырғасын қосатын боламыз. Енді бізде төрт шаршы арқылы үлкен шаршы құрастырылды деп айтып тұр екен, онда бізде берілген фигура осындай түрде болу керек екен. Енді көріп тұрғандарыңыз міне әрқайсының периметрі, әрқайсының қабырғасы, әрқайсының периметрі 24, қабырғасы 6-ға тең болып кеткен. Енді осы ізделінді фигураның периметрін есептеуіміз керек екен. Енді біз міне әрбір қабырғасына 6 деп жазып шығатын болсақ, бізде пайда болған шаршының ұзындығы 12, ені 12-ге тең болады екен. Онда бұл фигураның бізде периметрі 12 көбейтілген 4 тең болады 48 сантиметр деген жауап шығады екен. Енді сұрақ пайда болды, неліктен бізде бағана есептегенде 24 4-ке көбейтілген 96 пайда болды, қазір неліктен бізде 48 деген жауап шығып тұр деген. Себебі периметр деген ол ізделінді фигураның сыртқы қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Яғни біз тек қана сыртқы қабырғаларын қосатын боламыз. Яғни мысалға мынау үзік-үзікпен салынған оны есептеуіміз керек. Сондықтан әр фигураның тек екі қабырғасы есептеп тұрған болсам, есептің жауабы 48 шығады екен. Көп оқушылар осы кезде қателесіп 24-ті 4-ке көбейтіп қойып 96 шығарып қояды екен. Бұл яғни айқын мысал. Геометриялық есептерде фигураның периметрін есептеген кезде міндетті түрде есептің суретін салуларыңыз керек болады екен. Енді дәл осындай келесі тапсырма болсын. Бізде сурет берілген. Көріп тұрғандарыңыздай. Қабырғасы 4 және ені 2 болатын 6 тік төртбұрыш арқылы үлкен тік төртбұрыш құрастыруға болады. Яғни төмендегіде 2 тік төртбұрыш құрастырсаңыздар болады. Осы құрастырған тік төртбұрыштың периметрі нешеге тең дейді. Қайтадан шығарып көрейік. Бірінші жағдайда әрқайсысы 4-тен 4-ті 3 рет, онда мына жақ бізде 12 см болады. Мына жақта әрқайсысы 2-ден, онда мына бізде барлығы қанша болады? 4 см болады. Енді мына фигураның периметрін табу керек болатын болса, біз не істейміз? 12-ге қосамыз 4-ті, шыққан санды көбейтеміз 2-ге.
12-ні 4-ке көбейтсек 16, 16-ны 2-ге бөлсек сіздерде бізде 32 сантиметр деген жауап шығады. Яғни А фигурасындағы үлкен тіктөртбұрыштың периметрі 32 сантиметр болады екен. Енді дәл осы периметрді фигурасын есептеп көрейік. Онда біз жазайық міне. Әрқайсысы ұзындықтары 4-те 4 болып мына жақта 8 сантиметр болады екен. Мұнда әрқайсысы 2 сантиметрден 2, 2, 2, онда бұл жерде 6 сантиметр болады екен. Енді фигураның периметрін есептеу керек болатын болса, біз бұл жақта енді 8-ге 6-ны қосып, оны көбейтесіз деп 2-ге. 8 пен 6-ны қосыңыз 2-ге көбейтетін болсаңыздар, сіздерде 14 көбейтілген 2, 28 сантиметр деген жауап шығады. Яғни осы мысал арқылы сіздер геометриялық есептерде есептің суреті белгіленген жағдайда әртүрлі жауап шыға береді деген нәтижеге көз жеткізсеңіздер болады. Яғни біріншісінде есептің шарты мүлдем басқаша болды. Енді есептің шарты екеуінде де мәтіні бірдей, бірақ екеуінде сурет екі түрлі болып тұр. Сондықтан есептің жауабы екеуінде екі түрлі шығады екен. Сонда периметр деген тек қана сыртқы қабырғаның қосындысы деп шығарсаңыздар болады екен. Жақсы, ары қарай сіздермен есеп шығаруды жалғастырайық. Келесі тапсырма. Бұл тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Мына бір тапсырма болсын. Қабырғасы 20 және 25 сантиметр болатын тіктөртбұрыштан қаршы қиылып алынды дейді. Енді осы фигурада қалған фигураның периметрін өздеріңіз есептеп көрсеңіздер. Бірінші мысал беремін, күте тұрайын. Сосын сіздермен бірге шығаратын боламын. Бірінші әрқайсыларыңыз өздеріңіз бір шығарып көрсеңіздер. Ал жақсы шығарайық. Қараңыздар, бірінші автомат түрде оқушылардың көбінесе қатысатын жері не болады? Балалар былай ойлайды. Бірінші үлкен фигураның периметрін есептеп алады. Онда ол бізде тіктөртбұрыш, оның әрбір қабырғасы 25 және 20. 25 пен 20-ны қосып, яғни 2-ге көбейтеді. Онда біздің іздерінде фигураның периметрі 90 сантиметр болады. Енді ойлайық, фигурасы 90 сантиметр, фигураның периметрі 90 сантиметр. Біз бұл фигурадан шаршы қиып алдық. Онда шаршының тіктөртбұрыштың периметрі тыңдап қояйын. Енді шаршының периметрін тауып алады. Шаршының периметрі 13 көбейтілген 4, онда шаршының периметрі 52 сантиметр дейді. 90-нан 52-ні азайтып тастап, қалған фигураның периметрі 48 деп ойлайды көп оқушылар. Бірақ бұл жауап бізде қате болады екен. Енді не себепті қате болады, қысқа түсіндіріп кетейік. Яғни біз берілген фигураның қабырғаларын қиып алған кезде бізде келесідей түрдегі фигура пайда болады екен. Яғни мына үзік-сызықтар осыдан пайда болады. Осындай түрдегі фигура пайда болады. Енді біз онда осы фигураның периметрін есептеуіміз керек екен. Енді берілген фигураның периметрін есептеген кезде қараңыздар, мынау жаңадан пайда болған қабырға, ол қайдан пайда болды деген сұраққа жауап берсек, яғни көшіретін болсақ, мына қабырғаны мына жаққа, мына қабырғаны мында көшіретін болсақ, бастапқы фигура мен жаңа фигураның периметрі бірдей болып шығады екен. Яғни жазып шығайық, міне қабырғасы мынау 25 сантиметр, мынау бізде 20 сантиметр. 20-дан 13-ті қиып тастасақ, мына жақта бізде сермен 7 сантиметр қалады. Дәл сол 25-тен 13-ті алып тастасақ, мына жақта бізде сермен қайтадан 12 сантиметр қалады екен. Онда 13 және 13 сантиметрді алып тастадық. Енді периметр есептейтін болсақ, мына 20, 12, 13, 13, 7, 25 қоссаңыздар болады. Немесе міне мынау 13 пен мынау 12-нің қосындысы 25-ке тең болады. Мынау 13 пен мынау 7-нің қосындысы қайтадан 25-ке тең болады. Бұның пайда болған 20-ға тең болады.
Мында бастапқы тіктөр бұрыш пен қиылғанда пайда болған екі фигураның периметрін бірдей деп айта берсеңіздер болады екен. Сонда бұрышынан қиып алған кезде фигураның периметрі өзгермейді екен. Онда біздің ізделген фигураның периметрі сол беті 90 сантиметр болып қала береді. Яғни ешқандай азаймайды екен. Енді екінші сурет болып тұр, бұл сурет. Ол кезде фигураның периметрі өзгере ме деген сұрақ пайда болады. Ол кезде қараңыздар, біздегі бастапқы тіктөр бұрыштың периметрі 90 сантиметр еді. Мына қабырғаны алып тастадық, есесіне мына қабырға пайда болды. Яғни әзірше фигураның периметрі өзгеріп тұрған жоқ. Бірақ көріп тұрғандарыңызда мен қазір көк түспен белгілеймін. Бізде сіздермен жаңадан екі қабырға пайда болды. Ол мына қабырға міне, оң жақтағысы, міне мына қабырға. Яғни жаңадан екі қабырға пайда болды деп шығарсаңыздар болады екен. Онда біз 90-ға қосамыз 2 рет 13-ті. 13 көбейткен 2-ні қосады екенбіз. Сонда ол жақта бізде сіздермен фигураның периметрі 90 қосылған 26 тең, қайтадан жазайын, 116 сантиметр деген жауап шығады екен. Бірінші жағдайда 90 сантиметр шықты, екінші жағдайда 116 сантиметр шықты екен. Қайтадан көріп тұрсыздар, берілген есептің шарты мәтіні бірдей болып тұр, бірақ екі түрлі жауап шығып тұр. Біреуінде 90 деген жауап шығып тұр, екіншісінде 116 деген жауап шығып тұр. Сондықтан бұндай мәтін есептеуде сіздерге міндетті түрде есептің суретіне мән беру керек екен. Периметр ұғымында екі жақта екі түрлі мән шығатын істеріңіз қажет екен. Так, ары қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма. Мынандай бір тапсырма оқып көре беріңіздер. Өздеріңіз ойланып көріңіздер, соны сіздермен бірге талдап шығаратын боламыз. Яғни ақ парақ көрсетілген және оны бүктеген жер сырт сызумен көрсетіліп тұр. Сурет бүктеген, яғни үшінші тіктөртбұрыштың периметрі қайсысынан қайшыға үлкен екені жазылып тұр. Есептің мәтінінде. Бірінші тіктөртбұрыштың периметрі, екінші тіктөртбұрыштың, яғни мынау бірінші тіктөртбұрыштың периметрі, мынау 2-ден 1-2-ге қарағанда 20 сантиметр үлкен. Сөйтіп мәліметтер берілген екен. Біз енді қалған сұрақтарға жауап беруіміз керек екен. Яғни бірінші тіктөртбұрыштың периметрі 2-ден 20 сантиметрге үлкен. Ал 2-нің периметрі 3-ден 16 сантиметрге үлкен дейді. Бізге мұны үлкен ақ парақтың периметрін тауып есептеуіміз керек. Ал енді бірермен сәл өздеріңіз шығарып көріңіздер, сіздермен бірге талдап шығаратын боламыз.
Ол жақсы емес. Мен арқылы есебімді шығарамын. Енді қараңыздар, бізде есепті талдау керек, түсіну керек нәрсе. Ертең біздегі фигураның периметрінің мәні өзгереді деген нәрсені түсініп көруіміз керек екен. Бірінші қараңыздар, айтады есептің мерзімінде. Бірінші тіктөртбұрыштың периметрі екінші тіктөртбұрыштың периметрі 20 сантиметр үлкен дейді. Яғни мына тіктөртбұрыш берілген, ұзындығы бар, ені бар. Ал келесі пайда болған тіктөртбұрыштың периметрі одан азырақ болсын. Сонда қараңыздар, енді екеуінің айырмашылығы ол біздегі мынау ені, ол мында да бар, ол ені болып. Ол мына екіншінің ұзындығы болып тұр. Мына жақтағы мынау бірінші тіктөртбұрыштың ені, ол екінші тіктөртбұрыштың ұзындығы болып тұр. Сонда айырмашылығы мына бөлік екен. Мына және мына бөліктер. Оны түсінуге болады деп ойлаймын. Осы бір бөліктің ұзындығы ол 20 бөлу 2, яғни әрқайсысы 10-ға тең. Мына бір жақта ол 10-ға тең болады, және мына бөлігінде де 10-ға тең болады деп айтсаңыздар болады. Сонда мына қабырғада жойылып кетеді де, мынандай тіктөртбұрыш пайда болады. Онда оның периметрі бастапқысынан 20-ға тең болады екен, үлкен болады екен. Енді келесі дәл осыны біз 2 мен 3 тіктөртбұрышқа пайдалансақ болады. Мен қызмет түсін маркермен жазайын. Міне қараңыздар, мынау жақтағы ұзындық, ол дәл мына ұзындықтың өзі болып тұр, өзгермеген. Мынау дәл мына қабырғаның өзіне тең болды, ол да өзгермеген. Екеуіндегі айырмашылық ол мына бір бөлік. Яғни мына бөлік ол сіздерде 16 бөлінген 2 8-ге тең деп жауап берсеңіздер болады екен. Сонда мынау сіздерде 8-ге тең болады, және ол біздегі мына жақтағы қандай да бір бөлік 8-ге тең болады. Жақсы, оның барлығын тауып алдық. Енді олар бізге не береді деген қарапайым сұраққа жауап берейік. Енді байқайтын нәрсе, біз тіктөртбұрышты бүктеген кезде бізде пайда болған фигурамыз тең белгілі үшбұрыш пайда болады екен. Яғни мына үшбұрышымызда бізде тең белгілі үшбұрыш, мына үшбұрышымызда бізде сонымен тең белгілі үшбұрыш болады екен. Онда мына қабырға 8 болатын болса, мына қабырғада сіздерде 8-ге тең болады деген сөз екен. Сонда мына қабырғаларыңыз 8-ге тең болады. Дәл сондай тұжырымды мына жақта да істесек болады. Мына біздегі мына бір пайда болған қабырғамыз 10 болса, оны бүктеген кезде бұл қабырға мына жаққа пайда болады да, бұның да ұзындығы сіздерде 10-ға тең болады деп сіздер жауап берсеңіздер болады екен. Әрі қарай жалғастырайық. Сонда біздегі мына жақта пайда болған тіктөртбұрыштың мына қабырға 10-ға тең болып тұр. Мына бөлік жаңағы мына жақта 8 екенін тауып алдық. Онда мынау ақ парағымыздың ұзындығы 28-ге тең болады екен. 18-ге тең болады екен. Енді ұзындығын тауып көрейік. Оны қалай табамыз? Айтамыз. Бастапқы мына бір бөлігі 10 болып тұр. Еще мына бөлікті оған қосуымыз керек, ал ол мына тұрған 18-ге өзара тең болады. Сонда 10-ға қосасыздар 18-ді, сонда мына жақтағы ұзындығы сіздерде 28-ге тең болады деп жауап берсеңіздер болады. Сонда ақ парақтың өлшемдері 28-де 18 екен. Басында бір рет бүктеген кезде мына жақтан 18-де 18 бүктетіліп қалады да, мына жақта сіздерде 18-де 10 деген тіктөртбұрыш қалып қояды. Келесі 18-де 10-ды бүктеген кезде ұзындығы 10 қалады да, келесі бір жағынан 8 болып қысқартылып азайып қалады екен. Сонда мынандай бір 8-де 10 деген тіктөртбұрыш пайда болады. 10 ары қарай бүктегенде 8-де 2 деген тіктөртбұрыш пайда болады екен. Енді әр тіктөртбұрыштың периметрін сұрап тұрған жоқ. Ақ парақтың периметрін сұрап тұр. Сондықтан оның периметрі 28 қосылған 18 көбейту 2 деп шығарсаңыздар болады екен. Қоссаңыздар 46, 46-ны 2-ге бөлсеңіздер 92 сантиметр деген жауап шығады екен. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Келесі бір есеп болсын міне, 6-шы тапсырма. Енді мына бір есепті шығарып берейік. Мәтін оқып алдыңыздар деп ойлаймын.
Ал жақсы қараңыздар. Бастапқыда есеп шығарып көрейік. Ар жақ қабырғаға 400 грамм бояу жұмсаған екен. Бірақ та бақшада көрсететін фигураны өзгерткенбіз. Яғни оны 5 бөлікке 5 бірдей бөлікке бөлген екенбіз. Сонда жаңадан пайдалы болған тағы да қанша бояу алу керек дейді. Онда біз түсінуіміз керек нәрсе, жаңадан бояуды қай жаққа алуымыз керек, оны біз мына бір бөліктерге пайдалануымыз керек екен. Яғни мына қабырғаға және мына қабырғаға бір жаңадан бояу пайдалануымыз керек екен. Енді әрбір қабырғаға көріп тұрсақ 400 грамм, онда 4 қабырға болатын болса, әрбір қабырғасына 100 грамм бояудан қажет екен. Онда сіздер былайынан есеп шығарсаңыздар болады екен. Мына жақ бөлікке 100 грамм, мына жаққа 100 грамм, мында 100 грамм, мында 100 грамм. 100 көбейтілген, бірақ мен 2 көбейту 4 деп айтам. 2 көбейту 4 деп айтқаным себебі әр бөлікке бөлінген жақта 2 қабырға бар. Үстіңгі тіктөртбұрыштың қабырғасы және астыңғы тіктөртбұрыштың қабырғасы бар. Сондықтан 2-ні көбейтесіздер 4-ке, өйткені 4 бөлікке бөлінгендіктен 100-ді көбейтесіздер 2 мен 4-тің қосындысында, сонда сіздерге тағы да 800 грамм қажет екен. Енді келесі 7 бөлікке бөлсек деп айтады екен. Онда 7 бөлікке бөлетін болсақ, бізде аралық пайда болады екен. Онда сіздер 100-ді көбейтесіздер 2 мен 6-мен көбейтесіздер деп, тағы да 12 көбейтілген 100-ден 1200 грамм бояу қажет деп шығарсаңыздар болады. Яғни есепті былай да шығарсаңыздар болады. Мұның әрқайсысын 20, 20, 20, 20, 20 деп жазып алып. Бірақ ол бізге қажет емес, өйткені бізде сұрап тұрған нәрсе тағы да қанша бояу болу керек деп, жалпы сұрап тұрған жоқ. Онда тағы да дегенді мен бояу сіңбей қалған жақтарын сеппей салсам жеткілікті болады екен. Сонда тағы да деген мынау екеуіне ортақ бөлінген жердегі заттардың периметрлерін есептеуіміз керек болады екен. Жақсы, қазір ары қарай келесі көшейік. Келесі тапсырма сіздер суреттегенде фигура берілген екен, әрқайсысының ұзындығы міне 4-те 6 деген өлшемдері берілген. 7 ұқсас тіктөртбұрыш бар екен. Енді осы тіктөртбұрыштың периметрін есептеуіміз керек болады екен. Ал енді осыны шығарып көрсек. Әрқайсысы 4-те 6. Бұны керісінше 6-да 4 болады екен. Міне осында 7 тіктөртбұрыш бар екен. Осының периметрін есептеп көріңіздер. Сосын тапқан кезде менің жауабыммен салыстыратын боласыздар. Бірінші өздеріңізге бір 2-3 мен шығарып көрсеңіздер. Ойланып көре беріңіздер. Ал жақсы қараңыздар. Бірінші 6, 4 деп жазып алып, әрқайсысын есептеп шықсаңыздар болады екен. Яғни мына қалған бөлікті 6 мен 4-тің айырмасы 2 деп жазып алып, мына бір бөлікті 2 деп жазып алып, әрқайсысын 2, 4, 2, 6, 2 деп жазып алып есептесеңіздер болады. Ол вариантты дұрыс деп есептеп, бірақ басқа да бір нұсқалармен шығарып көрейік. Мен ондай бір нұсқаны ұсынушы едім. Бірінші әрбір тіктөртбұрыштың периметрін есептеп алайық. Біріншінің периметрін есептейтін болсақ, мына жақтағы ұзындығы 6 болады, ені 4 болады. Онда бұл фигура көлденең тұрса да оның ұзындығы менен өзгермейді. Ол да 6 мен 4 болады. Біздегі фигураның периметрі 4 қосылған 6 көбейтілген 2 тең болады 20 сантиметр болушы еді. Яғни әрқайсының периметрі біздің жағдайымызда 20 сантиметр болады. 20 сантиметр, 20 сантиметр, 20 сантиметр, 20 сантиметр. Мынанда периметр 20 сантиметр. Онда дәл әрқайсының периметрі 20 сантиметр болатын, 7 тіктөртбұрыш болатын болса, 20 көбейтілген 7 тең болады бізде барлығы
Изделінде фигураның периметрі 140 сантиметр болушы еді. Бірақ біздің жағдайымызда неге олай болмай жатыр деген сұраққа былай қысқаша жауап беріп кетсек болады. Өйткені біздің мынау екі фигураның ортасында жанасқан қабырғалар болуына байланысты фигураның периметрі азайып кетеді. Қаншаға азаяды? Міне мынау бізде 4 сантиметр, және әр бөлікте осылай 4 сантиметрден жоғалып жатыр. Сонда бұл бізде 7 фигура 6 жерден қиылысқан, яғни 6 жерден қиылысқан, әрқайсында қайтадан мен 4 көбейту 2 деп жазамын, өйткені 4 сантиметрден 2 қабырға. 4, 4, 4, 4, яғни мынау бірінші тіктөртбұрыштың 4 сантиметр мен екінші тіктөртбұрыштың 4 сантиметр есепке алынған жоқ. Яғни мына жақта екеу, мына жерден 2 жерден қиылысқан, екі тіктөртбұрыш мұнда да екеу, мұнда да екеу, мұнда да екеу, мұнда да екеу. Яғни былайша айтқан кезде 12 рет 4 сантиметрлік қабырғаны есептемейтін боламыз. Онда амалды орындайтын болсақ, 6 көбейту 4 көбейту 2, 8, 8-ге 6-ны көбейтетін болсақ, 48 сантиметрді біз есепке алмаған екенбіз. Енді жалпы фигураның периметрін есептесеңіздер, жаңағы 140-ға азайтылған 48-тен 92 сантиметр деген жауап шығады екен. Дәл сіздердің жауаптарыңызбен сәйкес келді деп мен айта алады екенмін. Сіздердің жауаптарыңыз солай шықты деп мен ойлаймын. Жақсы, басқа енді варианттармен шығарылсаңыздар болады, әртүрлі шығару тәсілдері бар. Енді келесі бір есепке тоқталайық. Дәл осындай периметрге берілген тапсырма. Мына бір есепті шығарып көрсеңіздер. Төмендегідей тіктөртбұрышта берілген екен, және әр тіктөртбұрыштың сандық мәліметтері жазылған. Енді мына ізденімді фигураның периметрін тауымыз керек, ауданын тауымыз керек екен. Ойланып шығарып көріңіздер, сіздермен қазір бірге талдап шығаратын боламыз. Жақсы қараңыздар. Енді дәл жаңағы логикамен ортақ қабырғаға байланысты шығарсаңыздар болады. Біз бірінші былай істейік. Мына ізделінді Z, E деген әр фигураның периметрі берілген екен. Сол бойынша әрқайсысын есептеп алайық. Біріншінікі 246, екіншінікі 250, мынанікі 280, мынанікі 218, енікі қайтадан 250, L-дікі бізде қайтадан 318, I-дікі 368 деп барлықтарын бір-біріне қосып шықсаңыздар болады екен. Енді онда осы берілген шамалардың барлығын бір-біріне қосатын болсақ, бізде істеймін 246 қосылған 250 қосылған 280 қосылған қайтадан 218 қосылған 250 қосылған 318 осы 368 деп амалды орындайтын болсаңыздар, сіздерде берілген әрқайсының қосындысы
$1930 деген шамаға тең болады екен. Бірақ біздің есепте берілген фигураның периметрі 730 деп тұр. Енді сұрақ пайда болады, неге ондай жауап шықты деген. Онда біз 1930-дан 730-ды алып тастап, екі фигураның периметрінің айырмашылығы 1200-ге тең деп жауап берсек болады екен. Онда екі фигураның периметрінің айырмашылығы 1200. Келесі сұрақ пайда болады. Неге екі фигураның периметрінің айырмашылығы 1200 болып тұр деген сұрақ пайда болады. Өйткені біз айтамыз, екі жақта ортақ қабырғалар бар. Сол ортақ қабырғаны есепке алмауымыз керек деген жауап шығады екен. Онда біз айтамыз, мына жақта бізде міне екі қабырға, мынау Z-тан, мынау E-ден, мында да дәл сондай екі қабырға, мында да екі қабырға. Әр жақта біз екі қабырғадан есепке алмайды екенбіз. Сонда жауап біз 7 тіктөртбұрыш 6 жерде қиылысқан. Онда 6 тіктөртбұрыш 2 жерде қиылса, олар 12 жерде қиылса, 12 қабырғаны есепке алмайды екенбіз. 1200-ді 12-ге бөлетін болсақ, сонда біздегі әр қабырғаның ұзындығы 100-ге тең болады екен. Сонда мына жақта 100, бірақ айдың 200-ін есептеген жоқпыз екен. Мына жақта ол периметр болғанда есепке алынбайды екен. Енді біздегі фигураның ұзындығын сұрап тұр екен. Онда біз айтамыз, міне ені 100. Мына жағын табу үшін біз не істейміз? 1930-дан 1930-ды 2-ге бөліп, одан 100 азайтады екенбіз. 1900 деппін ғой. 730-дан 732-ге бөлсеңіздер, сіздерде 365 шығады. Одан 100 азайтатын болсаңыздар, сіздерде онда 265 деген сан шығады. Сонда мына біздің тіктөртбұрыштың ұзындығы 265-ге тең болады екен. Ұзын ауданын табатын болсақ, 265-те көбейтеміз 100-ге, сонда бізде сермен 26500 деген жауап шығады екен. Сонда біздің іздеріміз фигураның периметр 26500-ге, ауданы 26500-ге тең болады екен. Сонда қайтадан ескеретін нәрсе, бізде периметрда ортақ қиылысқан жер болатын болса, оны есепке алмауымыз керек болады екен. Жақсы, ары қарай келесі есептерге көшейік. Келесі енді біз естермен ауданға берілген есептер. Ауданда онда ештеңе жоқ. Енді ауданда өздеріңіз бір есептеп тауып көрсеңіздер. Ауданда яғни онда ештеңені есептеу қажет. Онда бөліктерге бөліп, фигураны ауданын таба берсеңіздер болады екен. Яғни периметрда бізде ортақ қабырғалар бар және соны қиылысқан есепке алмаймыз деп айтсақ, ауданда онда ештеңе жоқ екен. Берілген фигураның ауданын табу үшін біз оны бөліктерге бөліп есептей берсек болады екен. Яғни мен мысалға өзіме бір былайынан бөле берейін. Былайынан бір бөлейін. Былайынан бір бөлейін. Сонда міне бізде 3 фигура пайда болады. 1, 2, 3. Енді біз әр фигураның ауданын есептеп алып, бір-біріне қосылсақ болады екен. Бірінші фигураның ауданы осы жерде 4 көбейтілген 5 20-ға тең болады екен. Екінші фигураның ауданы, так, мына жақта 9 қосылған 3 12, 12 көбейтілген 9 қосылу 3 көбейтілген 2, 12-ні 2-ге көбейтетін болсақ, бізде сермен ол 24-ге тең болады екен. Ал үшінші фигураның ауданы 3 көбейтілген 4, ол сіздерді қайтадан 12-ге тең болады екен. 20, 24, 12 үшеуінің қосылысын тапсаңыздар, 44 қосылған 12 56-ға тең болады екен. Сонда көріп тұрсыздар, ауданда ондай ортақ ештеңені шегеру қажет емес. Периметрді біз міндетті түрде бір-біріне шегеруіміз қажет болады екен. Өйткені ол жақта ортақ қиылысып кеткен қабырғалар болады, соны ескерулеріңіз керек. Ауданда ондай ортақ қиылысқан ештеңе біздің есебімізде болып тұрған жоқ. Енді ортақ қиылысуға да берілетін тапсырмалар болады. Мына бір тапсырманы шығарып көрсеңіздер.
Алда қараңыз, үлкен кішілігі бірдей екі төртбұрыш картон қағаз бір-бірдей берілген екен. Сонда мынау пайда болған фигураның ауданы 119 сантиметр квадрат болады екен. Онда тіктөртбұрыштың егер ені жетіге тең болатын болса, ені деген мынау осы. Мынау жетіге тең болатын болса, немесе мынаны да ен деп айтсаңыздар болады, немесе ол екі бірдей картон болғанда мынаны да жеті деп айтсаңыздар болады. Мына жақтан дәл солай мына бөлікті де мына көрінбей қалыпты. 7 сантиметр деп айтсаңыздар болады екен. Жақсы, енді келесі нәрсе. Онда бізге 119 енді екіге бөлуге болмайды, өйткені екеуінде ортақ қиылысып қалған жер бар. Сондықтан ортақ қиылысқан жер болғандықтан біз онда соны есептеу үшін біз 119-ға қосамыз ортақ жеті беті 49 қабаттасып тұрған жерді бір-біріне қосып жіберетін болсақ, онда біз естермен 119 осылай 49 168 сантиметр квадрат деген жауап шығады екен. Яғни екі картонды бөлек есептейтін болсақ, біріншісін бөлек, екіншісін бөлек есептейтін болсақ, онда жалпы ауданы бізде 168 сантиметр квадрат болады екен. Енді әрқайсысын табу керек болатын болса, 168-ді тең екіге бөліп тастайсыздар. 168-ді екіге бөлетін болсақ, бізде естермен 84 деген жауап шығады екен. Сонда әр қағаздың ауданы мынанікі 84, мынанікі 84-ке тең болады екен. Әр қайсының ауданы 84-ке тең болады. Енді біздегі тіктөртбұрыштың ұзындығын сұрап тұр екен, онда ұзындығын табу өте оңай. Оны табу үшін сіз ұзындығын еніне бөлесеңіздер болады. Яғни мынау 84-ті, мынау ені 7 болады болса, 84 7-ге бөлестерді, мына жақты 12 сантиметр деп шығарсаңыздар болады екен. Сонда біздің өтелі тіктөртбұрыштың ұзындығы 12 сантиметр болады екен. Жақсы, енді бір соңғы есеп болсын, санның бөлімін табуға берілген тапсырма. Мынандай бір тапсырма. Төмендегі үлкен шаршының ауданы 6400-ге тең, боялған фигураның ауданын табыңыздар деген есеп екен. Есепті шығарып көрейік. Есепті шығарған кезде біз енді жалпы әр боялған бөлік жалпы бөліктің қандай бөлік екенін тауып алсақ жеткілікті болады екен. Яғни былайынан есепті шығарсақ болады екен. Қараңыздар. Егер үлкен шаршының ауданы 6400-ге тең болса, біз үлкен шаршының онда 4 теңге бөлікке бөліп тастағанын байқасақ болады. 4 теңге шаршыға. Онда 6400-ді бөлесіздер 4-ке, онда сіздерде 1600 деген жауап шығады. Яғни әр бірінің ауданы 1600-ге тең болады деп айтсаңыздар болады екен. Енді біз әр қайсысына боялған фигураның қандай бөлігі боялғанын тауып алайық. Біріншіден біз жалпы фигураның жартысы боялған деп айтсақ болады екен. Өйткені міне әрбір боялмағанның боялған өзара тең болып тұр. Онда біріншісінде бізде бірінші бөлікте 1600-дің жартысы, яғни 2-ден бірі боялған, значит, ол жақтағы бізде боялған бөліктің одан 800-ге тең деп шығарсаңыздар болады. Екіншісінде, онда сіздер былай диагоналдарын жүргізіп теңге бөліп тастайтын болсаңыздар, бізде барлық фигураның 8-ден 3 бөлігі боялды деп айтсаңыздар болады. Онда екінші фигурада бізде 160-тың 8-ден 3 бөлігі боялды есептейтін болсаңыздар 600-і боялған деп тапсаңыздар болады екен. Үшіншісінде онда дәл жартысы деп таба берсеңіздер болады. Онда қайтадан 1600-ді көбейтесіздер 2-ден 1-ге, онда есептейтін болсаңыздар сіздер қайтадан 800 деген жауап шығады. Ал төртіншісінде бізде енді бұл жақта жартысы емес, жартысының жартысы былайша айтқанда 4-тен 1 бөлігі, онда 1600-ді 4-тен 1-ге көбейтіп қайтадан 400 деп айтсаңыздар болады екен. Сонда 800, 600, 800, 400 деген сандарды бір-біріне қосасыздар болады. Берілген сандардың қосындысы 1600, 2000, 2600-ге тең болады екен. Сонда берілген фигураға боялған фигураның ауданы 2600-ге тең деп есепті шығарсаңыздар болады екен. Жалпы міне периметрдің ауданның түсінігі осы. Аудандегі фигураның алып жатқан жері фигура периметр деген оның қабырғаларының қосындысы. Ескеру керек нәрсе, екі жақта да ортақ қиылысқан қабырғалар болуы мүмкін. Соны ескеріп шығарсаңыздар болды. Жалпы сабақтар міне осындай логикада. Бүгінгі сабақтарымыз біздермен сіздерге осымен аяқталды. Келесі аптада сабақтарды жалғастыратын боламыз. Бүгінге қош сау болыңыздар.